оқушылар. Отырамыз. Жақсы. Балалар, бүгін біз ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын ынтымақтастық атмосферасын құрып алайық, иә? Ол үшін сендерге тапсырма берілген. Әр ұлттың амандасу үлгісін қарастырып иә? Енді тұрып, ақырын тұрып, шеңбер құрайық балалар. Келе қойыңдар. Жақсы. Аяқпен ашылып тұрайық. Иә, балалар. Ең бірінші мен өзімнен бастайын, е? Мен өзім славянский тілде амандасайын. Ачучой. Мерхава. Привет. Халя. Здраво. Халло. Привет. Салам. Нихау. Салям. Hello. Коничуа. Аня. Оля. Оля. Бонжур. Өте жақсы, е, балалар? Енді отырамыз, балалар, отыра қойыңдар. Жақсы, рахмет сіздерге. Бәріміз үйден қарастырып келіп біз, е? Башқа тілде жаттап келдім. Қызық болды ма? Іздестіру? Енді балалар, қазір біз өткен тақырыпты қорытындылау мақсатында қазір барабан әдісі арқылы үй тапсырмасын тексерейік. Е, балалар, өзіміз білеміз, қазір барабан әдісі қосылады. Сабақ айтуға қай баланы көрсетеді, сол бала сабақ айтуға шығады. Яғни орындалуы қалай? Барабан әдісі қай оқушы сабақ айтатынын көрсетеді. Сол оқушы тұрып, осы арада тұрған билетті суырып, жауап береді сұрақтарға. Жақсы ғой? Бастаймыз, балалар. Нұртілек. Географиялық қабық дегеніміз не? Географиялық қабық дегеніміз атмосфера, гидросфера, литосфера және биосферадан құралған кешенді жердің кешенді қабаты. Өте жақсы. Нұрлат, сенің сабағыңды бүгін жұлдызшамен бағалаймыз. Бүгін әрбір сабақта дұрыс жауапқа бір жұлдызшадан алып отырамыз. Жақсы, Нұрлат, өзіңе жинай бер. Келесі бала мақсат. Мақсат шыға қой, нарыдан таңдаймыз. Келетті. 4-ші сұрақ дейді, мақсат. Оқып берейін ба? Тау жыныстары, су, ауа, организм бұлар не? Бұлар не? Білмейміз бе? Бұл сұраққа кім жауап береді, балалар? Иә, Көркем жауап береді. Бұлар компонент. Гидросфера қабықтардың компоненттері. Дұрыс. Сол үшін мақсат саған жұлдызша берілмейді, ол үшін Көркемге беріледі, иә? Жақсы. Нұрай, келе ғой. Географиялық қабықтың екі ірі бөліктері. Географиялық қабықтың екі ірі бөліктері бар дейді. Оққанбыз. Кім айтамын? Биосфера мен гидросфера ма? Жоқ. Кім айтады? Бұл сұраққа жауап бере алады. Ірі компоненттері бар деп айтқанбыз. Географиялық қабықтың ірі компоненттерін. Материктер ме? Теңіздер, мұхиттар деп айттым ба? Иә. Отыра ғой. Нашар. Үй тапсырмасын қайталамағанбыз. Келесі оқушы Көркем. Тұтастық дегеніміз не? Тұтастық дегеніміз зерттеушілердің қандай да бір әрекет жасағанда қолданатын әрекеті. Жақсы. Көркем. Жақсы. Келесі оқушы Камирис. Ырғақтылық дегеніміз табиғаттағы заттардың немесе құстардың қанат қағуының ырғақтылығы немесе судағы балықтардың жүзуінің ырғақтылығы. Өте жақсы. Келесі оқушы
жатыр, көркем қайта шыға берді. Рабияна. Зат айналымы дегеніміз не? Зат айналымы ол Зат айналымы. Кім көмектесем дейді балалар? Қол көтерейік, иә? Ал Нұралы айтам дейді, Нұралы айта ғой. Жер табиғатындағы жануарлар неме олай түрленіп орын ауыстырылады. Өте жақсы, Нұралы. Сол Рәбия, үй тапсырмасын қайталамағанбыз. Сол үшін Нұралыға жұлдызша беріледі. Жақсы. Енді соңғы сұрақ қалды. Нұртөбек, шыға бердің. Мейірбан. Соңғы сұрақ қалды, Мейірбан, саған. Зоналық дегеніміз кім айтамын дейді? Нұрайым. Экватордан полюске дейін барлық географиялық компоненттердің белгілі бір заңдылықта өзгеруі. Жақсы, отыра ғой Нұрайым. Мейірбан, отыра ғой. Балалар, көріп тұрмыз, үй тапсырмасын кім оқып келді, кім дайындалды, кім дайындалмай екені көрініп тұр, иә? Жақсы балалар. Енді балалар, сендер мен қазір сұрақ қояйын, иә? How are you feeling? Яғни, көңіл күйлерің қалай? Окей, good. Яғни, менің көңіл күйім жақсы, иә? Келесі сұрақ. Do you like my listening? Жақсы. Балалар енді қарап келіңіздер, сабақ басталысымен әртүрлі тілдерде амандастық, және де мен сендерге ағылшын тілінде сұрақтар қойдым, иә? Ол қандай мақсатта деп ойлайсыңдар? Иә? Себебі бүгінгі тақырыбымыз тілдер туралы. Дұрыс, бүгін әр ұлттың тілдері, топтары туралы өтеміз, иә? Жақсы, отыра ғой. Бүгін балалар, мән береміз, кітап ашамыз, 39-ші параграф, 139-ші бет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. Мақсаты қандай? Дүниежүзі халқының этнолингвистикалық жіктелуін түсіну және түсіндіру. Иә балалар? Мен сендерге қазір тілдер туралы ақпарат бере кетейін. Тілдер туралы ақпарат. Жер шарында 7,8 миллиардтан астам адам өмір сүреді, иә? Олардың барлығы әр түрлі тілде сөйлейді. Тіл халықтың немесе этностың басты белгісі болып табылады. Ғалымдардың айтуы бойынша ғаламда 5 мыңнан астам тіл түрі бар екен. Сол тілдердің екіге бөлінеді. Өлі тіл және де тірі тілдер. Өлі тілдер дегеніміз, яғни қазіргі кезде қолданыстан шығып кеткен тілдер айтамыз. Ол яғни мысалға алатын болып қарастыратын болсақ, ол грек тілі. Ал тірі тіл дегеніміз, яғни қазіргі таңда қолданылып сөйлесіп жүрген тілдерімізді тірі тілдер қатарына жатқызамыз екен. Және де этнос дегеніміз неме балалар? Этнос. Халық, орысшасы народтың ағылшыншасы people. Жақсы балалар. Және де балалар этникалық құрамына байланысты халықтарды 3 топқа бөліп қарастырған екен. Бір ұлтты, көп ұлтты және екі ұлтты. Бір ұлтты дегеніміз, яғни 90%-дан астамы негізгі ұлт өкілдері құрайды. Яғни оларға Норвегия, Австралия, Жапония кіреді. Көп ұлттыға өзімізді, мемлекетімізді Қазақстанда алуға болады. Біздің Қазақстанымызда 130-дан астам ұлт өкілі өмір сүреді екен. Және де оларға Үндістан, Ресей, ақш мемлекеттер кіреді. Ал екі ұлтты елдерге Бельгия мен Канада мемлекеті кіреді. Және де балалар, күнделікті өмірде кейбір мемлекеттер тек қана бір тілмен ғана
сөйлесіп қарым-қатынас жасап. Ал кейбір мемлекеттерде күнделікті өмірде екі тілді де қолданады. Яғни өзіміздің Қазақстанды алатын болсақ, қазақтар екі тілде де сөйлейді, орыс тілінде де және де қазақ тілінде бір-бірімен араластырып сөйлесіп жатады. Және де балалар, осы берген ақпараттың сендерге жеткілікті деп ойлаймын. Және де қазіргі кітаппен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырманы сендерге бірге қарастырайық. Балалар, яғни бірінші тапсырмамыз жеке тапсырма, әркім өз үшін жауап береді. Қазір тапсырмада кім қол көтереді, сол балаға бағалау белгісі бойынша жұлдызша таратылады. Жақсы ғой, Бірінші тапсырма не дейді? Берілген елдердің негізгі ұлттары мен тілдерін анықтаңыз. Қазір сендерге картадан бір мемлекет көрсетіледі. Сол мемлекет қай мемлекет екенін атауын айтамыз, және де ол халықтар қай тілде сөйлейтінін анықтаймыз. Жақсы ғой? Мына қай мемлекет? Арада сендерде белгіленіп тұр. Динара? Қытай. Қытайлар қай тілде сөйлейді? Қытайша сөйлейді. Жақсы, Динара. Динараның жұлдызшасы. Картамен жұмыс деп аталынады, бұл яғни картаны білу керек. Келесі балалар, көрсетіліп тұр. Қандай материк мыналар? Мынау материк. Бұл материктің ішінде бұлар немелер? Және мынау материк атауымен. Мейірбан? Оңтүстік Америка материгі. Оңтүстік Америка материгі, дұрыс. Мынау қандай материк? Африка. Африка, мынау? Австралия. Австралия. Яғни бұлар қай тілде сөйлейді? Америка. Ағылшын тілінде сөйлейді, Жұлдызшаның қазір болады. Келесі. Қандай жақ? Динарадан басқа тағы кім? Динара айтады. Оңтүстік Америка, солтүстік Американың оңтүстік жағы. Дұрыс. Яғни оңтүстік Америка материгі және де солтүстік Американың оңтүстік бөлігі кіреді екен, Бұл яғни қай тілде? Испан. Испан тілде сөйлеседі екен адамдар. Жақсы. Динараға тағыдан жұлдызша берді. Әрбір сабақтың соңында жұлдызшаларыңызбен бүгінгі баға қорытындысы шығады, балалар. Қазір ең бірінші нарада кімге тапсырма берейін. Алқар, саған қазір тапсырма беріледі. Сен осы фриадис арқылы тапсырмамдайсың. Яғни саған сыртында тілдік топтардың аттары берілген. Сен осыда әрбір топты осы қорапшалардың ішіне дұрыс анықтап салуың керек. Салам. Бұл тапсырма саған. Герман тілдері және түркі тілдері сен топтастырып салуың керек, жинақтап. Кітапты қолдан. Жақсы. Алқар өзі орындай береді. Қазір тексеремін мұны. Енді келесі тапсырма. Екінші тапсырма, балалар, мен сендерге қазір сотка желісінде жіберемін. Соны орындаймыз. Соткамыз бар ма бәрімізде? Соткамыз аламыз, балалар. Соткамызды аламыз. Бір партадан біреуді қолдансақ, бұл жұптық тапсырма. Ал екеуің бірге мейірбан сен мыналарға қосылып, бірге орындасаң болады. Келе қасына. Тапсырма орындаймыз, енді еуропалық дейді. Жұптық тапсырма орындап жатырмыз. Тексеремін. Болдық па, балалар? Кәне. Жарайсың дейді. Бағдарламаның өзі сендерге жарайсың деген белгі берді ме? Берді. Яғни түсінікті болды. Бұнда топтастыру болды. Өнді еуропалық тілдерге қай тілдер жатады, және де Алтай тілдеріне қай тілдер жататыны анықталдық.
Жақсы балалар, қазір кітаптағы мәліметтерді оқи тұрыңдар. Мен қазір Алқарды тексеріп алайын. Алқа, біттік аяқтадың ба? Кәне Алқа, тексеріп шығарайын Алқа. Тілден тобы берген, саған үндіеуропалық тілден Германия тобы берген. Кәне Германияға немістер жақсы, Даниялық дейді жақсы, шведтер, австралиялықтар дейді дұрыс салғансың. Мұнда кәне түркі тілдеріне қандай тілдер сапсың? Дұрыс. Якуттар дейді. Жақсы, өте жақсы орындарсың. Жақсы балалар. Енді балалар бізде келесі тапсырма. Тарсия әдісі арқылы балалар. Тарсия дегеніміз яғни қасендерге осындай үшбұрыштар таратамын. Үшбұрыштың ішінде мәліметтер бар. Сендер сол мәліметтерді қолданып отырып, топтық жұмыс құрып, үшбұрыш құрауларын керек. Балалар? Тарсия әдісі арқылы қазір. Бірге топ болып құраймыз. Кітапты қолдануға болады, балалар. Ойланып, асықпай құраңдар, шатаспай. Бірге жиналып құраймыз. Үш бұрыш шығару керек. Тарсия әдісі арқылы, бұл. Ойланып, кітап қолданып, мен айтқан ақпараттар. Дұрыстап ойланып, сендер. Мына жақ неге басқа жақта қалды? Бұның жауабы жоқ деген сөз. Ойланып, істейміз балалар. Және айтылған мәліметтер оның ішінде балалар. Мен айттым мәлімет, сон кітаптағы мәліметтер бар. Кәне, болыңдар ма? Бұлайынан қоя, сонда мен оқылған қандай болсын. Тіл дегеніміз... Оқимыз, тіл дегеніміз неме деп тұр? Тек қоғамда ғана болатын әлеуметтік құбылыс. Келесі. Мақсат жауап береміз. Қазақстанда қанша ұлт өкілдері бар? Оң жауабы 130-дан астам. 130, Народ деген ағылшыншасы? People. Ұлт дегеніміз орысшасы? Нация. Сосын түрік тілдер тобына жатады немелер? Дұрыс. Әлемде қанша тіл бар? 575 мыңнан. Өлі тіл не дедік? Грек тілі. Қазақстан халықтарының тілдер күні 22 қыркүйек күні тойланады екен. Жақсы балалар. Жақсы. Сендер тексеріп шығайық. Тіл дегеніміз дұрыс. Түркі тілдері 130-дан астам. People дейді. Дұрыс. 5000 өлі тіл. Дұрыс. Өте жақсы балалар. Өте жақсы. Сендер тіл дегеніміз тек қоғамда ғана болатын әлеуметтік құбылыс. Дұрыс.
түрік тіліне жатады. Қазақ, түрік, башқұрт. Қазақстанда дұрыс. Народ дегеніміз people, ұлт, нация. Герман тілі дейді. Өлік тілі, иә. Жақсы балалар. Бәріміз жақсы орындаппыз, яғни әр топқа дискриптері бойынша дұрыс жауабына 4 ұпай беріледі, иә? Яғни сендерге 4 ұпай балалар. Таратамыз. Енді балалар, біз 5 қадам әдісін білеміз ғой? 5 қадам әдісі. Осы мәтіннен қалаған 5 мағыналы сөйлемді анықтап аласың. Соның ережесін тез оқып, 5 қадам арқылы көрсетіп шығасың. Е, балалар, бұл енді жеке тапсырма өзіңіз үшін. Тез-тез кім жылдам, кім шапшаң. Ал енді балалар, қайталап, жаттап болдық па? Мазмұнын ғана айтамыз, 5 қадамда өзіміз білеміз 5 қадам. Кім айтамын дейді? Ал, Мейірбан Жамай айтамын. Мына алдыға шығамыз, 5 қадамда бір-бір сөйлем айтқан сайын алдыға аттап отырамыз, Әлемде 5000-нан астам тіл бар. Қазақстанда 130-дан астам көп ұлтты мемлекет, көп ұлт тұрады. Тілдер 2 түрге бөлінеді. Өлі тіл және тірі тіл. Өлі тілге грек тілі жатады. Алтай тілі әулетіне тұңғыс манжур, түркі тілі және моңғол тілі жатады. Жақсы отырамын. Нұрбат шығамын. Аттағаны да ақын аттаңдар. Тіл тек қоғамда ғана болатын тіл. Жақсы. Ережесін айттың, сен тілді? Ғалымдар ең көп таралған әулет ол үнді еуропалық әулет дейді. Ғалымдар оның таралуын қола дәуіріне жатқызады. Үнді еуропалық тілге Иран, Испания, славян тілдерін қамтиды. Олар өмір сүретін жер Америка, Үндістан, Ауғанстан, Аустралияда өмір сүреді. Жақсы. Сосын болды ма? Жақсы. Тағым шығам, қыздардан Тамири шығам. Лингвист ғалымдары тілдерді бір тілді және екі тілді деп бөлді. Әр тілдің тілдері бөлек, бірақ олардың айырмашылығы өте көп. Мысалға, ағылшын тілін ағылшындар, америкалықтар, жаңа зеландиялықтар қолданады. Испан тілін испандықтар және австралиялықтар қолданады. Неміс тілін швейцариялықтар, немістер және австриялықтар қолданады. Жақсы. Бұны отырамын. Жақсы, кім? Нұрай. Қазіргі уақытта
уақытта көптеген тілдер өздерінің аймақтарынан басқа тыс жерлерге таралып кетті. Кейбір тілдер, кейбір этникалық адамдар, этникалық топтар өз ана тілдерінде ғана сөйлейді. Қазақстан екі тілмен сөйлейді. Бірі орысша, бірі қазақша. Кейбір тілдер осы қолданыстан алынып жатыр. Мысалы, оған грек тілін алуға болады. Жақсы. Отырағы. Нұртілек, айтамыз ба? Мансұр. Кім айтады? Мансұр айтағы. Дүниежүзі тілдердің саны 5000-ға дейін жетеді. Яғни осы дүниежүзідегі, осы әлемдегі барлық халықтың санына сәйкес келеді. Осы ең басты тілдердің бірі ол бала кезден меңгерген тіл. Тілдер екіге бөлінеді. Өлі тілдер және тірі тілдер. Кейбір елдер бір тілді ғана қолданатын болса, ал кейбір елдер 100-ден астам тілді қолданады. Адамдардың арасында қарым-қатынасты жақсартатын ол тіл. Жақсы. Болды ма? Иә. Нұртілек. Айтамын. Қалғанымыз тыңдап отырайық, балалар, иә? Этнос дегеніміз халық. Германдықтар тіл ол екіге бөлінеді. Өлі тіл және тірі тіл. Өлі тілдерге мысалға грек тілін алуға болады. Ол қазіргі кезде қолданыста болмайды. Ал тірі тіл дегеніміз қазіргі кезде қолданыста бар, өзіміздің қолданыстағы тілдер. Жақсы. Жақсы, иә, болды. Тағы кім айтам деген бар ма? Болды, иә. Яғни бұл әдіс 5 қадам әдісі. Яғни бұл 5 қадам әдісі арқылы біз жаңа тақырыпты ашу мақсатында, оны есте сақтап мақсатында біз осы әдісті қолдандық. Келесі әдіс балалар. Жеке тапсырма бұл. Әр бала өзі үшін қол көтеріп жауап береді. Бұл тапсырманың мақсаты қандай? Тіл тобы мен тіл тобының халықтарын сәйкестендіру. Яғни, мысалы, тілдер тобы берілген Герман, түрік, Қытай, Тибет, Түрікман және Иран. Халықтары burada шатастырылып берген. Яғни, балалар, бұны сендер мысалы айтасыңдар. Герман апай бірмен, бірмен бұл деген сияқты қол көтеріп айтамыз. Кітапты қолданып, сендерде кесте бар, сол кесте арқылы жұмыс жасау керек болды. Қол көтеріп, апай біріншісі айтайын, екіншісін айтайын деп қол көтереміз. Жақсы ма? Нұрайым, айтаға біріншісі. Үшпен Қытай мен Куй халқы, е? Дұрыс отыра ғой. Жоқ, қалға басқасы айтсын. Е, нұрмақ? Бірмен В. Герман мен немістер. Герман мен немістер. Жақсы. Е, Динара? Екі мен С. Түркілер мен қазақтар. Түркі тілінде қазақтар. Жақсы. Е, Тибет бермақлар. Кім айтады? Нұралы? Айтаға? 5 пен Иран мен парсылар. 5 пен Е. Иран, Парсы. Дұрыс. Жақсы. Сосын? Камерис? 4 пен Б. 4 пен Б қалды, е? Тибет бермалық неварлар. Неварлар, е? Дұрыс па балалар? Қалған тексеріп отырмыз кесте арқылы? Иә, жақсы балалар. Енді келесі тапсырмасы. Келесі тапсырма. Ұлт, халқы, этносы, ұлтты сөздердің орыс, ағылшын тіліндегі аудармасын анықтап жазыңдар дейік. Яғни біз қазір айтайық. Қайсы сөздерді біз білеміз? Орысша атауын, қазақша атауын. Яғни ондай ұлт, халық, этнос, ұлтты деген сөздер бар екен. Кім айтам дейді? Тамир айтам. Иә, халық сөзі орысша? Халық, народ. Иә? Ағылшынша people. Дұрыс, отыра ғой. Арғай, кім айтам? Тағы да. Бұлар да енді балалар, қазір біз интернет желісін қолдануға мүмкін, е? Қазір интернет желісін қолданып іздестірейік. Шапшаңдыққа қарайық бұл жерде. Тез-тез аудармасын іздеп айтайық, е?
Ау, айта ғой. Ұлт орыс тілінде народ, ал ағылшын тілінде people. Жақсы. Ал балалар, қай сөз қалды? Этнос қалды және де ұлтты деген. Этнос деген сөзді кім айтады? Алқар айтады. Алқар айта ғой. Этностың орысшасы этнос. Иә, өзгермей. Этнос. Жақсы, отырамыз. Ұлттыны кім айтады? Айта ғой. Ұлттың орысшасы национальность, ағылшыншасы national. Жақсы. Енді тексеріп көрейік. Ал, дұрыс айтты ма балалар? Иә, қатесін тексереміз. Орысша тілінде, ағылшын тілінде дұрыс айтты ма? Мән береміз. Қараймыз бәріміз. Дұрыс па? Иә, қалай people деген, халықты ағылшынша people деген. Иә. Жақсы. Иә, қатемен жұмысты жасадық, иә. Енді балалар, бүгінгі біздің сабағымызды ұқтық, түсіндік деген ойдамын, иә? Түсінікті болды ма біздің бүгінгі тақырыбымыз? Иә? Ұлттар туралы, иә? Ұлттарды тілдер туралы, оларға топ-топқа бөлеміз, иә? Түсінікті болды, иә? Енді қазір балалар, мен осы сабағым қалай өткендігіне байланысты, сендермен бір-бірін кері байланыс жасайын, иә? Мұғалім және де оқушы арасындағы кері байланыс, иә? Сендерге қазір рефлексия парағы таратылады, яғни TikTok әдісі, иә балалар? TikTok дегенді білеміз, иә? Ұнайды дегені бар. Маған ұнады, не болмаса мұғалімге пікірім бар деген сияқты, иә? Сосын тағы да бір белгісі ол келесі менің қарастыратын тағы да бір ойым бар екен, сұрағым бар деген сияқты өз пікірлеріңді осы таратылған беттерге жазамыз да TikTok парақшасына жабыстырамыз. Жақсы ғой, мен оны үйге барып сендердің әрқайсыңдікін оқып шығамын, иә? Ұсыныстарың болса, ойларың болса, сабаққа деген көзқарастарың қалай болды, сол туралы маған пікірлеріңді жазып берсеңіздер болды. Ой, пікір жазамыз. Ұнады ма, ұнамаса да жаз. Сосын өзіңнің қандай да бір ой пікірің болса жаз. Мен осы сұрақты түсінбей қалдым деп. Түсінсең түсіндім, бар сұрақ түсінікті болды дейсің. Сосын жазып болған соң бәріміз TikTokқа жабыстырамыз, иә? Оның бәрін мен барып оқимын. Жаздық па балалар? Пікірлерің болса қандай да бір. Енді балалар, қазір бұны тақтаға шығып жабыстырмас бұрын мен сендерге үй тапсырмасын берейін. Үй тапсырмасы бүгін 39-шы параграф. Оқып мазмұндап келу. Жазып алайық үй тапсырмасын. Және де мен бүгін айтылған мәліметтердің ішінде қандай материктардың атаулары айтылды, қандай елдер айтылды. Соны картадан іздеп қарастырып келеміз. Келесі сабақта картамен жұмыс жасаймыз. 39-шы параграф. Оқу мазмұндап келу. Жаздық па? Енді бір бағадан шығып TikTok әдісіне өз ойларыңызға білсеңдер. Ал кәмелге шығып үлгересің. Бола берсін, керсін. Найла ұнады, айтарым бар. Осы немен папаның біреуіне жабыстырасың. Ұнадыға жаздырыпсың, е? Жақсы. Тағы да кім жабыстырады? Шығабадырам.
ұсыныстарың болса қандай да бір, соның бәрін жазуларға болады. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Сендерге рахмет, сау болыңдар.